екінші тарау көл болған көз жасы. Таң қаларлы, деп жылап жіберді Алиса. Ол өзінің бір сәтке қалай сөйлеу керек екенін ұмытып қалғанына таңырқады. Әлемдегі ең үлкен телескоп секілді созылып жатырмын. Қош бол аяғым. Ол аяғына көз салғанда олар көзден ғайып болардай алыстап бара жатты. Кішкентай ғана байғұс аяғым-ай. Енді саған аяқ киім мен шұлықты кім кигізеді екен? Мен енді кигізе алмайтын шығармын. Енді сенен тым алыста боламын. Сен өз жолыңмен жүруің керек, бірақ әрқашан жүрегімнің түкпірінде тұрасың, деп ойлады Алиса ішінен. Мүмкін енді аяғым мен барғым келген жаққа қарай жүрмейтін болар. Жарайды. Онда мен әр Рождество сайын оған жаңа аяқ киім жіберіп тұрамын. Ол аяқ киімді қалай жіберетінін жоспарлай бастады. Оларды сәлемдеме ретінде жіберу керек деп ойлады. Қызық, өзінің аяғына сыйлық жіберген қалай болады екен? Мекен жайда көзге түрпідей тиетін болар. Алисаның құрметті оң аяғына камен қалқаны жанында жатқан кілемше. Ыстық ықыласпен Алиса. Құдайым-ау, мен не айтып отырмын өзі? Алиса өз ойымен әлек болып жатқанда бойы 9 футтан асып, басы төбеге жеткен еді. Кішкентай алтын кілтті алып, бақтың есігіне қарай асыға жөнелді. Байғұс Алиса бақтың есігіне сыймайтын болған соң жерге бір қырындап жатып, баққа бір көзбен сығалап қараумен болды. Есікке сыймайтынын біліп, тағы да отыра қалып жылай бастады. Ұялмайсың ба, деді Алиса өзіне. Үп-үлкен қыз болып алып, бұлай еңірегенің қалай? Тоқтат қане, мен саған айтып тұрмын. Бірақ бұл көмектеспеді. Ол қайта жылай бастады. Көз жасын аямай төккені сонша, тереңдігі 4 дюйм болатын бөлменің биіктігі жартысына жететін көл пайда болды. Сәлден кейін тыпырлаған аяқ дыбысын естіп, кім келе жатқанын көру үшін көзін жалма-жан сүрте бастады. Сөйтсе, ол қайтып келе жатқан манағы ақ қоян екен. Бұл жолы ол мұздай болып киініп алыпты. Оң қолында ақ қолғап, сол қолында үлкен желпуіші бар екен. Ол аяғын дегбірсіздене басып, өз-өзімен күбірлеп, О, герцогиня, мен оны осыншама уақыт күттіріп қойсам, ол маған қырсығып қалмай ма екен деп келе жатты. Шарасы таусылған Алиса қазір кім болса содан көмек сұрауға әзір еді. Жаңағы қоян жақындағанда Алиса ақырын ғана, ғафу етіңіз, мырза, дей беріп еді. Қоян қолындағы қолғабымен желпуішін лақтырып жіберіп, бар күшімен қараңғы жаққа зып берді. Алиса оның қолғабы мен желпуішін қолына алды. Залды айналып сөйлегеннен ыстықтап кеткен соң желпіне бастады. Құдайым-ау, бүгін не болып кетті өзі? Кеше ғана барлығы өз орнында болған. Әлде бір түннің ішінде өзгеріп кеттім бе екен? Тоқта, ойланып көрейін. Таңертең оянған кезде мен бұрынғы Алиса болдым ба, жоқ па? Сәл бір өзгеше сезім болғанын білемін. Бірақ мен бұрынғыдай болмасам, онда мен қазір кіммін? Бұл өте орынды сұрақ, деп өзімен құрдас барлық баланы есіне түсіре бастады. Ондағы ойы сол балалардың біріне айналып кетті ме, жоқ па, соны білу еді. Мен ада емес екеніме сенімдімін, деді ол. Оның шашы бұйра, ал менікі болса тіп-тік. Мейбл болуым да мүмкін емес, өйткені мен көп білемін, ал ол аз біледі. Оны былай қойғанда, ал менмін ғой. О, Құдай-ай, не деген шым-шытырық еді. Былай тексеріп көрейінші. Мен бұрын білген дүниелерімді қазір біле ме екенмін? Қанекей, 4 жердегі 5, 12, 4 жердегі 6, 13 және 4 жердегі 7, ол... Құдай-ай, мына түрмен 20-ға қашан жетемін? Жарайды, көбейту кестесі онша маңызды емес. Географияны көрейін. Лондон Париждің астанасы, ал Париж Римнің астанасы, ал Рим... Жоқ, бұлай да болмайды. Бұның ешқайсысы да дұрыс емес. Бәсе,
Мейбелге айналып кеткен екенмін. Қане, құлдырауын жайлы ана бір өлеңді оқып көрейінші деп сабақ айтқан секілді алақанын бір-біріне түйістіріп бастай беріп еді, дауысы қырылдап басқаша естілді. Әрі өлеңнің сөздері де бұрынғыдай шықпады. Сүп-сүйкімді қолтырауын, құйрығы оның жарқырап, құмға еркелеп назданып жатыр нілің арқырап. Түрі сұсты қолтырауын, қорқытады алыптарды, жұтады ол тұтасымен кіп-кішкентай балықтарды. Сөздері мұндай емес еді ғой, деді Алиса. Мәссаған, мен расында да Мейбелге айналып кетіппін. Енді мен тап-тар әрі қорқынышты үйде тұруым керек. Ешқандай ойыншығым жоқ. Ең жаманы көп нәрсені үйрену керек деп ойлап, жанарына жас үйіріле бастады. Жоқ, мен мұны ойдан шығарып алдым. Мен Мейбел болсам, онда